Бүгінгі сабақта сіздермен бірге талқылайтын өзекті проблемамыз диагностика туралы болмақ. Диагностика дегеніміз не? Диктантқа қалай диагностика жасаймыз? Диагностика жасағанда ұстаздар қандай қателіктер жібереді? Неге назар аудармаймыз? Осы сұрақтарды талдап, баланың диктантына диагностика жасауды толығымен көрсететін боламын. Диагностика дегеніміз зерттеу объектісі туралы толық ақпарат алудың жалпы тәсілі. Диагностиканың негізгі мақсаты нақты патологиядан туындаған бұзылулар мен түзету схемасын таңдау. Негізгі міндеттері: оқушылардың сөздік қорын кеңейту, сөйлеу қарым-қатынасының тапшылығын толтыру, фонематикалық талдау мен синтезді, қазақ тілінің грамматикалық негіздерін оқыту, дисграфияның дамуына ықпал ететін әлеуметтік факторларды жою, артикуляциялық аппараттың дыбысталуын және жұмыс істеуін жақсарту, практикалық жаттығулар арқылы жазбаша және ауызша сөйлеу дағдыларын жетілдіру, ұсақ моториканы, визуалды кеңістік және есту қабілетін, есте сақтау қабілетін, зейіндерін шоғырландыру, баланың жазбаша және ауызекі сөйлеу тілі бұзылған жағдайда тексеру жұмыстары психологиялық, логопедиялық және медициналық, педагогикалық диагностика әдістерін қамтып, барынша толық жүргізіледі. Ең алдымен баланың жатыр-ішілік даму ерекшеліктерін, оның өмірінің алғашқы айлары мен жылдарын зерттеу, баланың неврологиялық, физикалық, психологиялық денсаулығын бағалау, патологиялары туралы толық ақпарат жинақтау, оқушының өмір салтын, оның айналасын, ең соңында барып диктантқа қатысты дисграфиялық, дислексиялық тұрғыдан зерттеу жүргізіледі. Балалардың жазу сауаттылығын диагностикалау бірнеше кезеңдерді қамтитын өте қиын міндет. Диагностиканың негізгі кезеңдерін төменде көрсеттім. Бірінші, диагностиканың мақсаты мен міндетін анықтаймыз. Екінші, баланың психофизиологиялық күйін анықтаймыз. Үшінші, сауаттылық деңгейін бағалаймыз. Төртінші, сауаттылық сынақтарын аламыз. Бесінші, қателерді түзетеміз. Алтыншы, түзету жоспарын әзірлейміз. Жетінші, түзету сабақтарын өткіземіз. Сегізінші, түзету сабақтарының тиімділігін бағалаймыз. Өз тәжірибем бойынша сіздерге 3 сатылы диагностиканы құрастырдым. Бірінші сатысы баланың дамуы туралы анамнез. Мұнда тексеру қысқаша анамнестикалық мәліметтерді жинаудан басталады. Ол үшін сіз белгілі анамнез картотекасын пайдаланасыз. Екінші, баланың психофизиологиялық күйін анықтау, кеңістікті бағдарлай алуы, көрнекі жады, зейін, нейрогимнастика, назарын тексеру, есту жадысын тексеру, ұсақ моторикасын дамыту. Үшінші сатысы оқу мен жазудағы бұзылыстарды анықтау, яғни бұл жерде біздер диктант аламыз және сол бойынша дислексиялық, дисграфиялық бағыттағы бұзылыстарды анықтауға арналған сынамалар алып тексеруді бастаймыз. Диагностиканың бірінші сатысы бойынша, анамнез бойынша бірнеше сұрақтарға ата-анасынан жауап алуға тиістісіздер. Яғни баланың туылған кезінен бастап, тіптен жатыр-ішілік дамуынан бастап барлық ақпаратты білуіңіз шарт. Неге десеңіз, баладағы кез келген бұзылыс ананың құрсағында жатқан сәтінен басталады. Екінші сатысы бойынша баланың психофизиологиялық күйін анықтаймыз. Мұнда берілген арнайы тапсырмалар бойынша баланың зейінін, есте сақтау қабілетін, ұсақ қол моторикасын, көрнекі жадын бағалап өтеміз. Үшінші сатысы оқу мен жазудағы бұзылыстарды анықтау деп аталады. Мұнда бірінші, екінші сыныпқа және үшінші, төртінші сыныпқа арналған диктант жұмысы бар. Диктант бойынша баланың дисграфиялық бұзылыстарын анықтаймыз. Ал енді сурет бойынша сөйлету арқылы және мәтінді оқыту арқылы дислексиялық бұзылысты анықтауға мүмкіндік береді.
мұнда арнайы кесте бойынша баладағы дисграфиялық және дислексиялық бұзылыстарды анықтап баға беруіңізге тиімді құрастырылған. Яғни сіздер осы жерде көрсетілгендей оқушыдан диктант алып тексересіздер және сол диктант бойынша арнайы кестемен жұмыс жасайсыздар. Мысалы, аталған оқушыда акустикалық артикуляциялық бұзылыс бар, яғни бала әріпті тастап кетеді, н мен ң-ді шатастырады, ң, әріптерін шатастырады. Ол оқушымен қандай жұмыс жасау керек? Сол үшін сіз арнайы тапсырмалар дайындайсыз. Сіздерге көрсеткенім оқушымнан алынған диктант бойынша талдау үлгім. Бұл оқушыда акустикалық артикуляциялық дисграфия және дислексия белгілері байқалады. Соған сай тапсырмалар құрастырдым. Яғни бұл оқушы ым мен ны шатастырады, естіп қабылдауында бұзылыс бар. Артикуляциялық акустикалық дисграфия, яғни дыбыстарын тастап кетеді. Бала дыбысты дұрыс естімеуінен басқа әріппен шатастырып жазады. Қажетсіз әріпті жазып қою оқушы нені жазып жатқандығын түсінбейді. Сөйлемді көз алдынан елестете алмауынан пайда болады. Сондықтан диктант жазуда мына 3 аспектіні назарға алуларыңызды сұранамын. Бірінші, сөйлемді бір рет оқимыз. Екінші, оқушыдан әр сөзді көз алдына елестетуін сұранамыз. Үшінші рет оқығанда іштей анализ жасап отыруын сұранамыз.